Енді оразаны бұзатын амалдарға келетін болсақ, оразаны бұзатын амалдар каффаратты міндет ететін, каффаратты міндет етпейтін деп екіге бөлінеді. Екеуі де бір күннен қаза міндет. Каффаратты міндет ететін қосымша 60 күн оның каффаратын жазасын өтеу міндет болады. Енді ма юфсиду ссаума ва таджибу бихил каффарату ма'ал қада. Оразаны бұзып, сонымен бірге каффаратты міндет ететін амалдарға келетін болсақ, ол ва хуа иснани ва ишруна шай'ан 22 амалдан тұрады дейді. 22 амалдан. Біріншісі, иза фа'ала ссаиму шай'ан минха та'i'ан мутааммидан гайра муттаррин. Егер де оразашы Рамазан айында өздігіменен, өз еркіменен әдейілеп, және бір ешқандай зәрулік жоқ, аузын ашып жіберетін болса, лазимахул қадау вал каффара. Оған бір күн қаза және 60 күн каффарат міндет болады. Өз еркімен әдейілеп, ешбір зәрулік жоқ, денсаулығы жақсы. Онда бұл адамға не бір күн және 60 күн, бір күн қаза, 60 күн каффарат міндет болады. Ол амалдар вахиял жимау фи ахадис сабилайн, жыныстық қатынас әдейілеп, өз еркімен еш зәрулік жоқ. Жыныстық қатынасқа түсу, алдыдан болсын, арттан болсын, Алла сақтасын. Бұл жерде бұл үкім, фиқхи үкім. Бұл жерде арттан деген оның Алла сақтасын адалдығын білдірмейді. Ол үзілді кесілді бүкіл ғалымдар ол амалдың харам екендігіне келіскен. Бірақ ондай жағдай болып қалған жағдайда оразаға қатысты үкімі осы оның. Оған не әдейілеп, өз еркімен ешкім қинап тұрған жоқ, мысалы, орындайтын болса, онда не болады? Бір күн қаза, 60 күн каффарат міндет болады. Алал фаил вал мафули бих. Істеушіге де, істелгенге де дейді. Вал аклу, және де ішіп жеу, ва шурбу, ішіп жеу әдейілеп, ешбір себепсіз, негізсіз, өз еркіңізменен. Бұл да қазаменен бірге каффаратты міндет етеді. Сауаун фихи ма ютағазза бихи ау ютадауа бихи. Ол әдетте жиілетін нәрсе болсын, не болмаса дәрі-дәрмек болсын дейді. Дәрі-дәрмек болса да алып, ешбір мұқтаждық жоқ дәрі-дәрмекке. Алып жеп жіберсеңіз, оразаңыз бұзылады. Бұл жерде әдетте жиілетін нәрселер, әдетте жиілмейтін нәрселер бізде бүгін үлгерсек өтеміз. Алда каффаратты міндет етпейді, бірақ оразаны бұзатын, бір күнге бір күн қаза өтейтін амалдарға кіреді. Бір нәрсе, жиілетін нәрселер әдетте жиілетін, жиілмейтін болып екіге бөлінеді. Темір әдетте жиілмейді. Бір адам алтта темір жұтып жіберді. Оразасы бұзылады. Әдейілеп жұтты, бірақ бұған қаза міндет, каффарат міндет емес. Дәл солай алдыда тас жұтып жіберді. Әдетте жиіле ме, жиілмей ме тас? Жиілмейді. Бұл үлкен қағида. Әдетте жиілмейтін кез келген нәрсені әдейілеп ішіп жеу, ол ішілетін нәрсе, әдетте ішілмейтін нәрсе болса да, жиілмейтін нәрсе болса да, ішіп жеу, оны әдейілеп, бұл бір күнге бір күн қазаны міндет етеді, каффаратты міндет етпейді. Бұл қағида. Қатып қалған қағида осындай. Ал енді әдетте жиілетін нәрселерді әдейілеп ішіп жеу, бұл бір күн қазаменен каффаратты міндет етеді, 60 күн каффаратты міндет етеді. Нан, сусын, кез келген нәрселер. Мысалы, сірке су әдетте ішілмейді. Оны алып ішіп жіберетін болса, не істейді? Бір күнге бір күн қаза өтейді, каффарат міндет болмайды. Мысалы, осылай көбіне жаңағы студенттерге қойылатын сұрақ, ораза кезде бір нәрсе бар дейді. Бір нәрсе. Бізде мына жерде қазір кішкене сергек, өз-өзімізді жаңағыдай сергек қылу үшін қойайын. Ораза кезде бір нәрсе бар. Оны кішкене шымшып жесеңіз, бір шымшып алып жесеңіз, каффарат міндет болады. Уыстап алып жейтін болсаңыз, каффарат міндет болмайды. Ол не нәрсе? Сұрақ сіздерге. Бір шымшым жесеңіз, каффарат міндет. Уыстап бір уысын алып аузыңызға тығып жіберсеңіз, каффарат міндет емес. Бір күнге бір күн қаза өтейсіз. Не ол? Қағидаға салып көріңіздер, жоғарыда айтылған.